Aslan bu sınıfta kim жоқ? Балалар бар. Жақсы, отыра ғой. Ендеше балалар, кітап дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі күнді жазамыз. Қазанның 8-і сынып жұмысы. Жақсы, бүгінгі күнді жазып болсақ балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы Ыбырай Алтынсарин «Әке мен бала». Әке мен бала орысша қалай болады? Әке мен бала. Тұрамыз. Алексей? Папа и сын. Жақсы. Бүгінгі сабақтың мақсаты тыңдалған материалдардың мазмұны негізінде шынайы өмірмен байланыстырып жауап беру, мәтіндерден деректі және дерексіз зат есімдерді ажырата білу, жазбаша ауызша жұмыстарда қолдану. Біз білеміз, деректі және дерексіз зат есімдер. Мысалы, дерексіз қандай зат есімді білеміз? Айдос, дерексіз. Махаббат, жақсы. А деректі, Максим, деректі. Жоқ, деректі. Ақыл это дерексіз. Деректі. Кітап, жақсы. Өте жақсы. Енді жаңа сабақты бастамас бұрын үй жұмысын тексеріп алайын, балалар? Миға шабуыл әдісі қазір мен сіздерге сұрақтар қоямын. Ең алдымен тақтаға назар аударамыз. Бұл кім, балалар? Қол көтереміз. Бұл кім? Қол көтереміз. Бірінші Аңсар көтерді. Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсарин. Біз білеміз, жақсы, отыра ғой. Енді қазір Ыбырай Алтынсаринға байланысты сұрақтар қойылады. Мұқият тыңдап отырамыз. Жақсы ма? Қанеки, бірінші сұрақ Ыбырай Алтынсарин кім? Оксана. Жазушы. Өте жақсы. Тағы кім ол, Полина? Мұғалім. Даусымызды қатты шығарамыз, Вика? Ақын дейді. Тағы жақсы. Өте жақсы. Келесі сұрағымыз. Ол нешінші жылы дүниеге келген екен? Балалар, үй жұмысына бізге Ыбырай Алтынсарин туралы мәлімет берген. Айдос. Отыра ғой, тағы түзету енгіземіз болады. Мен 841. 1841. Жақсы. Оған енді осы жылы неше жыл толып отыр? Осы жылы, Максим? 180. Тағы? 180. 180 жыл, солай ма балалар? Жақсы. Келесі. Неге біз оны алғашқы ұстаз деп атаймыз? Неге оны біз алғашқы ұстаз деп атаймыз, Данияр? Бұл бір қазақ балалар мектеп ашқан. Қазақ балаларына арнап алғаш рет мектеп ашқан екен. Өте жақсы. Ол кімнің тәрбиесінде болған, Полина? Атасы Балғожа би. Жақсы, өте жақсы, Полина. Келесі. Ал енді біз оның қандай шығармаларын білеміз, Оксана? Әке мен бала. Өте жақсы, балалар. Жақсы, мен сіздерді күн жауап бергендерді белгілеп қойдым. Әрі қарай, енді біз бүгінгі жаңа тақырыпты өту үшін бізге топқа бөліну керек болады, балалар. Біз қазір мына жердегі сандарды таңдау арқылы топқа бөлінеміз. Жақсы ма? Қанеки, бірінші топ сандарды таңдаймыз. Келіңіз. Таңдаймыз. Қайта айтады. Ал ендеше балалар сандарды таңдап, сол арқылы топқа бөлінеміз. Келіңіздер, бірінші топ. Барлығымыз таңдаймыз. Тез бәріміз тұрамыз. Таңдаған бойынша топқа отырамыз.
Жақсы. Бірінші топ мында отырады, екінші топ ортаға, үшінші топ мында отырады. Өте жақсы. Жақсы балалар, топ бойынша отырсақ, бірінші топ бізде ақыл тобы болады. Ақыл это жақсы. Еңбек, тұрмыс, жақсы. Және білім тобы, білім, знание, жақсы. Ендеше қазір мен топ басшыларына бағалау парағын беремін. Бірінші топ басшысы Данияр, бағалаймыз, әр тапсырма бойынша. Екінші топ басшысы Айдос, бағалап отырамыз. Және үшінші топта Аңсар. Жақсы. Енді жаңа сабақта біз терминдер арқылы болжам жасаймыз. Жаңа сабақта бізде қандай сөздер болады екен? Қанеки, кім оқиды? Кім оқиды? Бұлат, оқимыз. Ага жақын тағысы қазақ халқы бұл бірінің қасиеті сағаты қазбет сақатысы деген инепекті есектен жоғары жағаны әліп қояды. Жақсы, таға. Бұл не орысша? Қалай? Подкова. Бәріміз білеміз, жақсы. Енді бірінші топтан Данил. Жидек, вишня. Вишня, шиек, біз білеміз, жақсы. Және мына топта Оксана. Құстай тілерден бірақ ұн жасай. Тіл жібер. Жақсы, бұл кіміз? Кузнец, жақсы. Осы сөздер біздің жаңа тақырыбымызда болады екен балалар. Әрі қарай оқылым тапсырмасы бізде балалар. Әке мен бала мәтіні. Ыбырай Алтынсарин. Енді біз бұны жигсо әдісі арқылы бөліп оқимыз. Яғни мен мәтінді 3 бөлікке бөліп қойдым. Сосын әр топ оқып аударасыздар. Жақсы ма? Сіздерге 5 минут уақыт беріледі. Бірінші топ оқып, топта бірге аударамыз. Жақын отырамыз, барлығымыз бірге оқимыз. Екінші топ және үшінші топ. Бұл кітапта да бар балалар, кітаптан да ашып оқуларыңызға болады. Жақсы. Уақыт беріледі. Жақсы балалар, 5 минут уақыт өтті. Оқып болдық па бірінші топ?
Неше рет келеді? Gördün be balam. Жаңа тағаны бір ғана еліп алуға келген еді. Енді сол тағаға алған құрман аламын деп бір еңкейді орнына ол еңкейді. Мұнан былай есіңде болсын балам, аз жұмысты қиын сынсаң, көп іске тап боласың. Жақсы, түсінікті ме балалар? Жақсы, өте жақсы. Осы мәтін видео және мәтін бойынша мінездеме беріп көрейікші. Бала қандай? Қол көтереміз. Қол көтереміз. Саша? Жалқау. Тағы. Қандай бала, Данияр? Ау? Ерке. Жақсы, өте жақсы. Ал балалар, әкесі қандай? Бұлар әке қандай? Әділ, жақсы. Ақылды, өте жақсы. Енді балалар, осы бойынша біз қазіргі заманда осындай шын өмірде де кездеседі, осындай әке мен бала тәрбие туралы. Қазір әр топқа конверттегі сұрақтар беріледі. Әр топқа сол бойынша сұрақтардың жауабын дәптерге жазамыз. Жақсы ма? Жазылым тапсырмасы дәптер мен жұмыс. Бірінші топ. Екінші топ. Үшінші топ. Сұрақты мұқият оқып, жауабын дәптерге жазамыз. 5 минут уақыт беріледі. Дәптерге жазамыз жауабын. Түсінікті ме сұрақтар? Жазамыз. Дәптерге жауабын жазамыз, Артем. Кім қай сұраққа жауап беріп отырды? Топ басшылары бағалап отырамыз, е? Жазамыз дәптерге, Данил. Жақсы, түсінікті ғой. Галина, сізді дәптерді ашып жазамыз. Жазамыз. Жауабын жазамыз. Жақсы балалар, ендеше тапсырманы орындап болса, қаламды қоямыз. Қаламды қоямыз, Алексей. Сұрақтарға жауап береміз. Бірінші топтан бастаймыз. Бірінші топта бірінші сұрақты кім оқиды? Жақсы оқиды. Әкесі мен баласы қайда жаяу келе жатты? Егін алқабынан. Егін алқабынан келе жатты. Жақсы. Сұрақты қалай аудардың? Откуда возвращается отец и сын? Жақсы. Өте жақсы. Отыра ғой. Белгілеп отыр. Жақсы ма? Жауап барарына? Екінші сұрақ, Максим. Әкесі жолда не тауыпты алды? Жақсы. Не тауып алды әкесі? Что отец нашел? Әкесі таған тауыпты алды. Аха, таға. Это что такое таға? Таға, это бақылы. Жақсы, өте жақсы. Вика. Әкесі болсынан еді. Что говорит отец? Тағаны отец деп айтады. Жақсы, өте жақсы. Данияр, белгілеп отырамыз. Кім жауап берді, соны жауаптарына белгілейміз. Ал екінші топтың жауабын тыңдайық. Показал сын. Сынған тағар. Не үшін Жақсы, сынған тағар не үшін керек деп жауап берді. Екінші сұрақты кім оқиды? Алексей? Әкесі тағаны кімге сатты? Кому продал отец? Әкесі тағаны ұстаға сатады. Аха, өте жақсы. Ұста? Бұл кім ұста деген? Ұста такой. Не, ұста
Usta. Билеты. O'zingiz yaxshi. Базардан в войне сатып алды. Что купил он за 2 копейки? Шея сатып алады. O'ta yaxshi. Shiya edi. Вечный. Yaxshi, o'ta yaxshi. Uchinchi to'p. Javob daymiz bo'lyapti. Balqoniga birinchi kim boshlaydi? Sasha? Полосы не очень, а передача резкие. Почему мальчик нагнулся несколько раз? Сельбе шейная сердце. Shiyni yerga tushirdi. Yaxshi, o'ta yaxshi. Ikkinchi Polina. Офицер был всегда тогда и покрыл айты. Какой совет дал отец сыну? Аж жұмысты киесінің көп жұмысқа тап болсын. Боласың. Жақсы. Актер. Қазіргі өмірде осындай балалар бар ма? Біз не естігенбіз? Иә бар, олар кісін тыңдамайды. Жақсы. Міне біздің мақсатымыз балалар шынайы өмірмен байланыстыру. Қазіргі өмірде осындай балалар бар ма? Иә. Сендер қандай баласыңдар? Әкені тыңдаймыз ба? Тыңдаймыз, иә, айтқанын жасаймыз. Сондықтан ондай бала болмауымыз қажет. Өте жақсы. Топ басшылары қағазға белгілеп отырамыз, жақсы ма? Келесі әрі қарай көшеміз. Енді бізде балалар тақтамен жұмыс, мәтіннен деректі және дерексіз зат есімдерді теріп жазу. Біз білеміз, деректі зат есім, дерексіз зат есім. Қазір біз мәтінді оқимыз. Одан соң тақтаға әрбір топтан 2 оқушы шығып, 2 сөзден жазады. Түсінді ме? Ендеше, біз мынаны көшіре тұрайық. Мына жаққа деректі. Записым, мына жаққа дерексіз записым. Бұл мәлімет дерексіз записым. Біреу ғана, иә балалар, тапсаңыздар, жазасыздар. Қанекей, мында бірінші топ, мында екінші топ, мында үшінші топ жазады. Оқимыз, уақыт беремін. Таптық па? Бірінші топ таптық па? Жақсы, қанекей. Қандай сөз таптық? Бала, жазамыз бала. Қалай бардады бала? Бала. Жақсы, тағы кім тапты? Даниил, Максим. Қандай? Әке. Жақсы, әке. Бұл қалай барамыз? Мұнда бірінші топ. Екінші топ. Қақса. Қаға. Қаға это что? Қақуға жақсы. Давай, жазамыз. Сіздер белгілейміз. Кім жауап берді? Данияр плюс қоямыз, иә? Қаға және Алексей? Ұста. Ұста. Өте жақсы. Usta, қалай жазылады? Usta. Үшінші топта Артем. Қандай сөз болады? Адам, жақсы. Жоқ, екіден жеке. Қалғанымыз дәптерге жазып отырамыз, жақсы ма? Адам. Артем. Шие. Шие өте жақсы. Дәптерге жазамыз қалғанымыз Полина. Өте жақсы. Ал енді бұның бәрі деректі зат есім, иә? Ал дерексіз зат есімді кім тапты? Бірінші қол көтереміз. Оксана? Қанағат. Қанағат. Өте жақсы. Қандай бұл мағынаны білдіреді? Қанағат. Қанекей тез-тез аударыңыздар, дұрыс жазамыз. Қанағат. Тез-тез
дәптерде жазамыз. Өте жақсы. Екінші топ өте жақсы жұмыс жасап отыр. Бірінші топ. Өте жақсы Данил жаза отыр. Жақсы балалар, ендеше біз осы тапсырма арқылы сабақтың екінші мақсатына жеттік. Деректі және дерексіз зат есімдерді таптық. Қазір біз балалар әкенің образы өмірде қандай болу керек? Әкенің бейнесі. Әке қандай? Мейірімді болу керек. Әке қандай, Алексей? Асқар, тауды болу керек. Вика? Ақылды болу керек. Жақсы, ендеше тағы біз онлайн мектеп арқылы жұмыс жасаймыз қазір. Тақтаға назар аударамыз. Қол көтеріп жауап береміз, жақсы ма? Көрініпті ма? Бірінші. Ендеше балалар, онлайн мектеп бойынша менің әкем қандай жан? Сол бойынша сұрақ сөздерді қойып отырамыз. Бұнда 7 сөз берілген, әр топ қол көтереміз. Жылдамдыққа байланысты. Тұра тұрыңдар. Бастаймыз дегенде бастаймыз. 1, 2, 3. Бірінші, Данияр. Толық оқимыз. Менің әкем қамқор жан. Менің әкем қамқор жан. Жақсы. Келесі. Менің әкем аңсар. Жоқ, Асқар Таужан деген болмайды, иә? Бұлар? Мейірімді жан, менің әкем. Мейірімді жан. Жақсы. Келесі, менің әкем. Саша? Ақылды жан, иә? Ақылды деген жоқ қой. Саша? Менің әкем Асқар Тау. Өте жақсы. Келесі, менің әкем қандай жан болады? Ақылды. Өте жақсы. Келесі, менің әкем қандай жан аңсаған? Адал жан. Жақсы. Келесі, менің әкем. Бірінші топ неге үндемейміз? Бірінші топтан Данил. Тұрамыз. Менің әкем қандай? Мейірімді уже болды ғой. Тағы. Менің әкем Айдос. Уәдеге берік жан. Өте жақсы. Және ең соңғысы қалай болады? Менің әкем Алексей. Нағыз азамат. Нағыз азамат. Как переводится? Қалай аударамыз? Нағыз азамат. Айдос. Настоящий мужчина деген сақталған, иә? Жақсы, иә? Барлығы дұрыс. Өте жақсы балалар. Онлайн мектеппен өте жақсы жұмыс жасадық. Өте жақсы балалар. Біз әкенің қазіргі замандағы бейнесін қарап, біздің мақсатымызға жеттік сабақ. Енді бүгінгі сабақты қорытындылау үшін келесі бізде тапсырма хикаялар картасы деп аталады. Барлығымыздың есімізде сақталды ма осы мәтін? Қай оқиғадан кейін қай оқиға екені? Ендеше қазір әр топтан бір оқушы шығып, осы хикаяларды рет-ретімен тақтаға дәлел шығуымыз керек. Бірінші топ, Данил, мына жерде суреттер берілген. Қай бірінші? Жақсы. Өте жақсы. Бұл бірінші деп ойлайсыз. Бұнда не істеп жатыр
не істеп жатыр? Әкесі тақаны алады. Жақсы, өте жақсы. Максим, үшінші топтан, екінші топтан Оксана келеді. Келесі әрі не болады? Үшінші мына келсеңіз бе балалар? Дұрыс па? Дұрыс па балалар? Жақсы. Келесі сурет. Екінші топтан кім шығады? Алексей. Не істейді келесі? Не істеп тұр мына жерде? Дұрыс. Не істеп тұр? Балалар, не істеп тұр мына жерде? Шиені сатып алады, өте ана жаққа алады. Үстіге бар, е? Жақсы. Полина. Өте жақсы. Шие сатып алады, е? Одан кейін не істейді? Жақсы. Келсеңіз бе? Көрсет. Келсеңіз бе? Дұрыс па балалар? Жақсы, оставлю ғой. Және соңғы болады. Соңында әкесі балаға ақыл айтады, е, жақсы. Осымен балалар, біз барлық тапсырмаларды орындап шықтық. Есімізге сақтадық қой, е, мәтінді. Қанекей топ басшылары маған бағалау парағын тапсырамыз. Жақсы. Жауап бермей отырған балалар бар ма? Бәрі жауап берді, е? Өте жақсы. Балалар жауап парағын тапсырамыз. Кейін бұл бағаларды күнделікті кезек қосымшасына қоятын боламын. Енді осымен сабақты аяқталмас бұрын үй жұмысы күнделікті ашып, үй жұмысын жазып аламыз. Бірінші тапсырма 15-ші бет балалар кітап бойынша, яғни бұнда мәтін бойынша өздеріңіз сұрақтар құрастырасыздар. Жақсы ма? 4-ші тапсырма 15-ші бет. Сабақ осымен аяқталды. Үй жұмысы түсінікті ме?